Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бананның 7 пайдасы жайлы айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бірінші, артериялық қысым деңгейі қалпына келеді. Бананның құрамында 420-ға жуық калий бар. Сондықтан ол жоғары қан қысымын төмендетуге сеп болады. Екінші, артық салмақтан арыласыз. Банан жасұныққа бай, соның арқасында адамның қарны аша бермейді. Үшінші, анемия қаупі төмендейді. Анемиядан адамның жүзі солғын тартып, үнемі шаршап жүреді, ентігіп қалады. Мұның бәрі эритроциттердің азаюы мен қандағы гемоглобин деңгейінің төмендігінен. Бананның құрамында эритроциттердің көбеюіне көмектесетін темір өте көп. Сондай-ақ қандағы глюкоза деңгейін реттейтін В6 дәрумені де бар. Төртінші, ас қорытуды жақсартады. Банан тез қорытылатындықтан асқазанға кері әсері жоқ. Жемістің бұл түрін гастрит, қыжыл кезінде, сонымен қатар диареядан кейін алғашқы ас ретінде жеуге болады. Себебі олар ағзадағы жоғалған минералдарды түзеді. Бесінші, күйзелістен құтқарады. Банан адамның көңіл-күйін көтереді. Жемістің құрамында біздің организмге серотоний алуға қажет триптофан бар. Орта есеппен бананда 27 мг магний бар. Бұл минерал көтеріңкі көңіл-күй мен қатты ұйқыға әсер етеді. Алтыншы, дәрумендерге байтады. Банан В6 дәруменіне бай. Ол организмге инсулин, гемоглобин және аминқышқылдар бөлуге көмектеседі. С дәрумені дегенде ойымызға апельсин мен құлпынай келсе де, бананның құрамында бұл витаминдер де бар екен. Жетінші, адамның энергиясы артады. Жемістің құрамында калий бұлшықеттерді сіңір тартудан қорғаса, көмірсулар бойдағы күш-қуатты арттырады екен. Достар, видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар.